Ал сол күні Анна Немоға қаламның кеңеюі кері бұрылып, оның қысқару басталатын нақты күн мен уақытты есептегенін айтады. Бұл 2092 жылдың 12 ақпанында таңғы сағат 5:50-де болады және осы күннен кейін өмір сүргендердің өз өмірлерін кері бағытта көре алады. Қайырлы күн баршаларыңызға, назарларыңызда қысқа мазмұн каналы. Бүгін мен сіздерге ешкім мырза, орысшасы господин Никто фильмі туралы айтып беремін. Үлкен жарылыстан бері ғалам кеңейіп, уақыт бір бағытта ағып жатыр. Темекіден түтін шыққаннан кейін ол кері қайта алмайды. Бірақ егер ғалам шектік нүктеге жетсе, жиырылу күштері кеңею күштерінен асып кетсе, уақыт кері ағып кетуі мүмкін. Немо мұны біледі. Өйткені ол болашақта Анна келгенге дейін көре алады. Өйткені туылғанға дейін Немо тәнсіз рух болған кезде ұмыту періштелері оның тағдырын білмеу үшін оның ерніне саусақтарын қоюды ұмытып кеткен. Ол өзінің болашағының барлық мүмкін нұсқаларын ұсақ түйекке дейін көреді және ол таңдау жасамайынша бұл нұсқалардың барлығы мүмкін. Немо таңдау жасағаннан кейін қалған нұсқалар жойылады. Саяхатының соңында Немо өзін футуристік қаладағы 118 жастағы адам ретінде көреді. Ол соңғы өлім халін кешетін адам. Қалған адамдардың барлығы қартаюды тоқтату үшін гендерін өзгерткен. Ал қазір бүкіл әлем оның өлуін күтіп бақылап отыр. Тірі қарияға дәрігер келеді. Ол гипноз арқылы өткенді есіне түсіргізуге тырысады. Бірақ Немо абдырап шатасып тұрады. Түнде журналист Немо қайтыс болғанға дейін соңғы сұхбатын алу мақсатында оған келеді. Журналистің ауруханада жұмыс істейтін досы, яғни оны палатаға апарған медбике бар. Немо оған өз өмірі туралы айтып береді. Немоның ата-анасы әкесінің көлігі қызды кездейсоқ басып өлтіргенше бір-бірін жақсы көрген еді. Содан бері ол күйзеліске, апатиялық күйге түсіп, әйелінен бірте-бірте алыстай береді. Немоның анасы күйеуінің немқұрайлылығын толығымен сезінгеннен кейін өзіне жаңа құмарлықты табады. Ата-анасы ажырасқанда Немо өміріндегі ең қиын таңдауды жасауға мәжбүр болады. Осы кезде тағдырын білетін баланың таңғажайып хикаясы басталады. Немо оның екі жолы бар екенін түсінеді. Анасымен пойызға жетіп, онымен ақш-қа бару немесе әкесімен қалу. Бұл екі жолды оны Анна мен өзі ғашық болған қызбен қарым-қатынасының жалғыз жібі біріктіреді. Немоның таңдауына оның қалауы ғана емес, сонымен қатар кездейсоқ, мысалға шешілген аяқтау сындылар әсер етеді. Немо анасымен бірге ақш-қа кетеді. Гарри де осында келеді. Оның ғашығы олардың бірге өмір сүретінін түсінеді. Гарри қызы Аннамен бірге келеді. Немо оны бастайында көргеннен күннен бастап оған ғашық болатын. Қазір екеуі де 15 жаста. Және олар бірге бақытты болу үшін ата-аналарын жек көреді. Немо мен Анна тез ортақ тіл табады. Олар бір-бірін жақсы көретінін және бір-бірінсіз өмірде елестете алмайтынын түсінеді. Бірақ мұның да соңы келеді. Немоның анасы Гарримен ажырасып, ол Аннаны Нью-Йоркке алып кетеді. Немо мен Анна әрқашан бірге болуға, маякты кездесуге ант береді. Кеткеннен кейін Анна Немоға хат жазады, бірақ анасы бұл хаттарды лақтырып жібереді. Содан бері талай жылдар өтті. Немо бассейндерді тазалау арқылы ақша табады. Жұмыстан кейін вокзалдан өтіп бара жатып қайыршыға ақша лақтырады. Анна сол жолмен жүреді, тек сәл кейінірек. Бір күні қайыршы қайтыс болып, жедел жәрдем мен полицияны шақыру үшін оның жанында тоқтайды. Немо кешіккендіктен Аннамен кездеседі. Екеуі де өз бақыттарына сенбейді. Анна Немоға осы жылдар бойы ол тек оны күткенін, жан-жағын табудың кез келген мүмкіндігінен бас тартқанын, бірақ сол себепті ол қазір қорқатынын айтады. Анна Немоны қайтадан жоғалтып алудан қорқады, сондықтан ол оның өмірінен оралды деген ойға үйренуге уақыт беруін сұрайды. Анна оған телефон номерін береді және маякта кездесуді белгілеу үшін 2 күннен кейін қоңырау шалуын сұрайды. Алайда нөсер қағаздағы сияны кетіріп, Немо Аннаның нөмірін жоғалтады. 2 күнде емес, 1 айда емес, Анна маякқа келмейді. Немо оны тәулік бойы күтеді және бір сәтте ол Анна келетін басқа шындықты көреді және олар қайтадан бірге болады. Әкемнің қасында қалса ол пойызға жете алмас еді. Ал аяқ асты бауының шешілуіне байланысты тағдыры 2 жолдың бірі болар еді. Бұл нұсқалар Алиса және Жин деп аталады. Анасы кеткеннен кейін Немоның әкесі дәрменсіз тіршілік иесіне айналады. Депрессияға және өз-өзін азаптауға батырылған ол ұлын іс жүзінде танымайды. Оның көмегінсіз жүре алмайды және тіпті жуынбайды да. Мұндай ортада Немо тұйық және араласпайтын жасөспірім болып өседі. Бір күні дискотекада ол Алисамен кездеседі. Оны жаңа ғана колледждегі ең сымбатты жігіт Стефано сөзін қабылдамады. Алиса истерикалы әрекет етеді, бірақ бұл Немоны тойтармайды. Әкесінің орынсыз қылықтарына үйреніп қалған Алиса Немоға олардың бірге болатынына үміт береді, бірақ кейін Стефаномен бірге қайтады. Міне осы сәтте Немоның тағдыры тағы да айырылады. Егер ол табандылық танытып Алисаның жүрегін жаулап алса, ол өмірінің соңына дейін онымен бірге өмір сүреді. Егер ол қызғаныштан берілсе, Алисаға қайта оралу үшін ол Жинмен кездесе бастайды. Өмірдің белгілері болғандай қант емес. Жетілгеннен кейін қыз одан сайын истерикаға айналады.
Ол шексіз депрессиялар мен жүйке бұзылуларына ұшырайды. Дегенмен Немо мен Алисияның үш керемет балалары болады. Немо оларды өте қатты жақсы көреді, бірақ оған әйелінің үмітсіздігін көтеру қиын. Бір күні Алисия колледжден келген Стефанды ғана жақсы көретінін түсінеді. Сондықтан Анна Немодан кетуі керек. Алисия да бір күні Стефанды қайта кездестіреді және олар бақытты болады деген елес үміті бар. Ол оны шынымен кездестіреді, бірақ ол Стефанды танымайды, толық және ісінген екен. Ол енді оның естеліктеріндегі жас жігітке ұқсамайды. Джин мен Немода темірдей мотивация болды. Ол Джинді ешқашан жақсы көрмеді, бірақ кек сезімімен және ішіндегі бос орынды бір нәрсемен толтыру үшін Немо мансабын құрады. Ол өз үйі мен бассейні бар ай болу үшін ант береді және оның бәрін өмірге әкеледі. Олардың тіпті Джиннан балалары болады. Оған Немо да назар аудармады. Бір күні өмірден әбден жалыққан кезде Немо енді таңдау жасамауды ұйғарады. Ол оның орнына Монета таңдау жасаса, не болатынын көргісі келді. Ал Монета оны басқа адам тұратын қонақ үй бөлмесіне апарады. Және бұл адам өлтірілуі керек еді, бірақ оның орнына Немо өлтіріледі. Немо қандай шындықты тап болса да, ол қандай өмір сүрсе де, Анна барлық жерде пайда болады. Ол оны екі баласы бар қалың топтан кездестіреді. Ол оны жақын маңдағы көліктің қиылысында көреді, бірақ ол оны танымайды. Олар Немомен бірге жұмыс істеген Аннаның күйеуінің желу рәсімінде кездеседі. Олардың тағдырлары бір-бірімен тығыз байланысты болған сонша ғалам олардың алыстап кетуіне мүмкіндік бермеді. Немо әр кезде дежавюді сезініп, Аннаны мүмкін шындықтардың бірінде көреді. Ол тіпті онымен бірге Марсқа ұшып кетті. Ал сол күні Анна Немоға ғаламның кеңеюі кері бұрылып, оның қысқару басталатын нақты күн мен уақытты есептегенін айтады. Бұл 2092 жылдың 12 ақпанында таңғы сағат 5:50-де болады. Және осы күннен кейін өмір сүргендердің өз өмірлерін кері бағытта көре алады. Осының бәрін қарт Немо журналистке айтып бергенде, ол қарттың есінен алжасып қалған екен деп шешті. Ол шындықтардың барлығы болуы мүмкін емес. Ол өмірдің барлығы бір адаммен өмір сүрді дегенге сену қиын. Сонда қарт өз есімінің басты құпиясын ашады. Ешкім де Немоды. Ол әлі жоқ. Немо қарт та, журналист те жоқ әлі. Мұның бәрі әлі болған жоқ. Немоның өмірінде болған оқиғаның бәрі қазір әкесі мен анасының бірін таңдауға мәжбүр болған баланың басында болып жатыр. Бастапқыда бала ата-анасының біреуін таңдай алмайды, өйткені ол неге әкелетінін білмеді. Енді журналист болып қартайған шағындағы әңгімеге дейін бәрін көрді. Кішкентай Немо таңдай алмай тұр, өйткені ол кез келген таңдаудың неге әкелетінін біледі. Содан кейін Немо маякта Аннамен кездескен шындықтың бірін есіне алады. Ол тек онымен болғысы келетінін түсінеді және бұл үшін бәріне дайын. Немо өзінің ұсынылған нұсқалардың ішінен анасы мен әкесінің таңдаудан бас тартады. Ол үшінші нұсқаны таңдайды. Анна жоқ жерде кез келген болашақтан бас тартып қашып кетеді және ол көрген шындықта Анна әрқашан одан қашып кететін. Немо су жағасындағы орындықта өз тағдырын күтіп отыр. Ол бір күні Аннаның келетінін, оны оятатынын және олар бірге болатынын анық біледі. Ал Анна шынымен келеді. Олар ақыры кездесіп өмірінің соңына дейін бірге бола алады. Бұл таңдау Немоны алыс 2090 жылы аурухана төсегіне апарады. Ол бүкіл планетадағы жалғыз өлім халін кешетін адам. Ол 118 жаста. Бүкіл әлем оның өлімге дайындалып жатқанын бақылап отыр. Ғаламшар тұрғындары дауыс беру барысында оның өлуіне рұқсат беру немесе жасанды түрде тірі қалдыру туралы таңдауды жасайды. Олар өлімді таңдайды. Немоның соңғы сөздері барлық экрандарда көрсетіледі. Оның жүрегі 2092 жылдың 12 ақпанда таңғы сағат 5:50-ге бірнеше секунд қалғанда тоқтайды. Бірақ Немо өлмейді. Жиыру күштері кеңею күштерінен асып түседі. Ал уақыт кері өзгереді. Темекі түтіні темекіге қайта оралып, бүкіл әлем және оны мекендейтін адамдар керісінше өмір сүре бастайды. Немо апаттан қайтыс болған шындықтарда ол өмірге келеді. Немо комада жатқан жерде ол есін жияды. Ол жас және ессіз ғашық болған Аннаның қасында өмірінің ең жақсы сәттерін қайта қайталайды. Оның ата-анасы қайтадан бірге. Ол әлі кішкентай Аннамен бірге суға алаңсыз тастады, лақтырды. Осымен бітті. Осындай видеоларды көбірек көргіңіз келсе, каналға тіркеліңіз және лайк басыңыз.